Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі тез дайындалатын кекстің түрін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңшаны басып қойып отырыңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда осындай жеңіл рецепттердің түрлерімен бөлісетін боламын. Ал өндіше ең бірінші бізге таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін сгущенканы саламыз. Бізге мұнда қанттың керегі жоқ. Тек сгущенканың тәттісі бізге жеткілікті болады. Енді барлығы жақсылап араластырып болғаннан кейін еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін міндетті түрде ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Сол кезде кекстарымыз бізде өте жұмсақ әрі биік болып шығатын болады. Барлық ұнды ситадан өткізіп болғаннан кейін енді міндетті түрде қопсызғыш саламыз. Одан кейін барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз миксерімізбен. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Міне барлығын араластырып болғаннан кейін енді мен осындай капкейктің формаларына құятын боламын. Және ортасына начинкасына кез келген нәрсені салсаңыздар болады. Мейіз, мак сепсеңіздер де болады. Мен осындай қатқан малинаны салатын боламын. Барлығын жақсылап араластырып жүргеннен қасықпен осылай капкейктің ыдыстарын қатты толтырмаймыз. Жартыға дейін апарамыз. 1-1,5 қасық. Одан артық толтырып салмаңыздар, себебі піскен уақытта сіздердің кекстеріңіз сыртқа ағып кетуі мүмкін. Сондықтан көп салмаңыздар. Міне енді қызып тұрған пешімізде 170 градуста 20-25 минутта осылай пісіріп аламыз. Әдемілік үшін осындай бетіне сахарный пудра септім. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі көп уақыттарыңызды алмайтын болады. Достарым, егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңшаны бас қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай рецепттермен бөлісіп отырамын. Және төмендегі поделиться кнопканы бассаңыз, туған туыстарыңызға жібере аласыздар.